Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің айлығы басталды. Енді балалар қазір үлкен қоңырауда танымдық ойындар болады. Онан кейін 4-ші сабақтан кейін мектептің үлгілі оқушыларына арналған тағы да түрлі іс-шаралар, жарыстар болады. Мен сендерді сол ойындарға қатысып, жүлделі орын алып, өздеріңді жан-жақты көрсете білулеріңе тілектеспін. Желтоқсан айы бізде қазақ тілі мен әдебиет пәнінің айлығы балалар. Осы айда біз неше түрлі іс-шаралар өтіп, сол іс-шаралардың бәріне белсенді түрде қатысамыз. Бұл айлықтың тақырыбы ана тілім айлығының желбірек көк байрағы деп аталады. Сондықтан осы іс-шарада кім белсене қатысып жүлделі орын алады, біз сол оқушыларды марапаттайтын боламыз. Барлығына сәттілік тілеймін. Өзіміздің қазақ тілді дәріптеп жүрейік. Қазақ тілде таза сөйлеуге үйренуге шақырамыз. Рахмет. Сынып жұмыстар, әдеби кеш, және де оқу сайыстары осы барлық жұмыс түрлеріне қатысуға шақырамын. Яғни біздің мақсатымыз ана тілімізді көзіміздің қарашығындай сақтау, тіл мәртебесін жоғары көтеру. Яғни өзіміздің ана тілімізде сөйлемесек, басқа ел біздің тілімізде сөйлемейді. Сондықтан тілімізді құрметтейік, оның мәртебесін жоғары көтеріп